жасағаннан өзіне ғашық қылатын дәмі деген өте керемет болып шығатын сүзбелі, яғни творожный шоколадты пирог дайындайтын боламыз. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге бір жасағаннан ұнайтынына сенімдімін. Ең алғаш құрғақ, яғни ингредиенттерді, какао, ұн, қопсытқышты барлығын бір келке масса етіп араластырып аламыз да, міндетті түрде осылай еліктіктен өткізіп аламыз. Сол кезде барлығы бір келкі болады және қамырымыз воздушный болады, майда түйіндер қалмайтын болады. Арасына бір жұмыртқаны қосамыз. Керек ингредиентті барлығын описание қалдырып кетемін, достар. Кейін 3 қасықтай болатын қантымызды қосамыз. Бөлме температурасындағы сармайымызды қосып, бір келкі масса жасап аламыз. Кейін қамырымызды 10 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Менің формамның диаметрі 26 см. Кейін формамызға жақсылап жайғастырып шығамыз. Достар, менің видеоларым ұнаса, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыздар. Оқтаумен де жайғастырсаңыздар болады. Маған осылай қолмен жасаған өте ыңғайлы. Енді салмасын дайындаймыз. Бір жұмыртқамызды қосамыз. 2-3 қасық қантымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Кейіннен қаймағымызды қосамыз. Менде 20% қаймақ. Барлығын жақсылап араластырып, кейін сүзбемізді қосатын боламыз. Менде 5%. Құрғақ болғаны өте жақсы болады. Блендермен жақсылап бір келкі масса жасасаңыздар болады. Мен осылай венчикпен араластырып алдым. Ешқандай түйін қалмайтындай етіп жақсылап араластырып аласыздар. Кейін формамызға құямыз. 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аласыздар, достар. Осылай барлық жағына жететіндей етіп, осылай дайындап аласыздар. Яғни пирогымыз дайын болып шықты, достар. Жақсылап суығаннан кейін үстіне осылай ганажын құямыз. Ганажын рецептісін барлығын видеоның астына қалдырып кететін боламын. Барлық жеріне жететіндей етіп, жақсылап жайғастырып шығатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал бізге ас болсын, достар.